маған бәрі қолымнан келеді дейді, өзіңді құнсыздандырып тастағансың дейді, ол неден екенін білмеймін дейді. Бұның барлығы қыздар, біздің кішкентай кезімізден бізге ты молодец, у тебя все получится, ты моя умничка, ты моя красавица, я в тебя верю деген мына ішкі стержень қалыптаспағандықтан. Өтірік емес, қыздар. Біз өте критикующий родительдермен өстік. Не то чтобы критикующий, біз отсутствующий. Яғни, вроде бы мамамыз, папамыз біздің қасымызда жүргенмен де, біз олардың бір ауыз поддержкасына, бір ауыз вниманиесіне зар болып өстік, Бірақ енді оларды кінәлауға болмайды, потому что сол заманның талабы сол болды. Олар бізді киіндіру керек болды, тамақтандыру керек болды. И былайша айтқанда им было не до нас. Сол заманның талабы сол болды. И бізге ешкім сен андайсың деп айтпағаннан кейін біз қандаймыз өзі. Сосын көршінің әйелі келіп айтады, мысалда настроение жоқ. Түрің құрысын, пұшырайған бір қыз екенсің дейді. Біз не дейміз? Окей дейміз де, мына коробкамызға, мына миымызға бір комплексті сап аламыз, менің мұрным пұшырайған. Сосын біреу айтады да, сен тупойсың дейді да, мысалы бір ағамыз бекен, әпкеміз бекен біреу айтады, сен бір тупойсың дейді да, сіз окей дейсіз. Сіз даже фильтровать етпейсіз. Потому что біздің кішкентай кезімізде критическое мышление деген нәрсе болмаған. То есть, мынау дұрыс емес, мынанікі қате деген нәрсе бізде өте слабо жұмыс жасаған. Понимаете? Ал енді байқайсыздар ма, мынандай бір қыздар бар да, кішкентай кезінен оларды принцесса сияқты өсіреді. Ты моя красавица, никого не слушай. Ты лучше всех, сен красавица, ешкімді ұқпа. Сен ең жақсы лайықсың. Осы менің қызым тура деген жігіттерді шекесінен шертіп жүріп таңдайтын болады. Жігіттер өзі бұның артынан жүгіретін болады. И представляете, соны көріп өскен қыз бала, оның миында норма мүлдем басқа болады. Я красавица. Мен шекесін шертіп жүріп таңдаймын. Я принцесса. Ол мұрны пұшырайып атса да, былайша айтқанда бойы біртық болса да, ол өзінің подачасымен ақ, энергетикасымен ақ өзіне сондай адамдарды тартып тұратын болады. Өтірік айтпай қойған қыздар, если өмірінен айтатын болсам, бізде оқып жүрген кезде біздің группамызда бір старшта қыз болған. Енді по тем меркам, сол заманның меркасы бойынша ол өте бай. Әке шешесі өте бай. Былайша айтқанда, былай енді сырт келбетіне қарағанда, ол қыз мүлдем красавица емес. Ухоженная, потому что кожасы тап-таза болады, самое главное. Но бірақ анандай болады, бір түрі сондай сүйкімді тартымды емес. Біздің класстағы басқа қыздармен салыстырған кезде, если бүйтіп қарайтын болсаң, оның сондай бір керемет тартымды ештемесі жоқ. Потом мынандай аяғы былай, енді Аллах өзі кешірсін, просто мысал ретінде айтып жатырмын, аяғы былай доға дейді ғой, сондай қыз болатын ше. Аяғы жіп-жіңішке былай. Бірақ та ана қыздың бойындағы өз-өзіне деген сенімдік ұрып тұратын ғой кәдімгідей. Ұрып тұратын. Ана тыртысқан лосина киіп алады. Саусақтарына ұзын маникюр жасап, небір жүзіктер тағып алады. Сөйлеген кезде де бит сөйлейді да. Ананың қарғанда мен ойлайтын, что со мной не так деп ойлайтын ғой. Как деп миым жетпейтін. Кейін өсе келе мен түсіндім, что просто оның мына коробкасына сен жамансың, сен анжерің андай деген нәрсені просто салмаған да. Ол даже айнаға қараса да ол өзін красавица қылып көреді қыздар. Понимаете, вот в чем проблема. Анау красотка на всю голову деген киноны, мен каждый раз соны берем қыздарға. Соны көріңіздер деп. Соны көрген қыздар бар ма? Кішкентай кезімізде байлар жандарын шүперекке түйіп жүреді деп айтатын еститін едік. Содан да қалған ғой, бай болсаң өлтіріп кетеді деген. Ол сол кезде солай заман болды. Рекеттер болды, 90-шы жылдар. Былайша айтқан кезде сол кезде сондай ой норма болды. Но қазір қыздар өмір басқа, қазір басқа норма. Мен көрдім. Сол жерде не ұқтыңыздар? Дейді. Не ұқтыңыздар сол жерде? Киноның аты «Красотка на всю голову» деп аталады. Ол жерде андай бір өте толық қыз жайлы да. Ол толық қыз басында, когда она себя видит в зеркале толстой, у нее в жизни ничего не получается. Өмірінде ештемеден жол болмай жүреді. Жұмысқа да тұра алмайды, қарым-қатынас та жоқ, жігіт те жоқ, томпақ қыз.
бірақ бір күні душқа түсіп жатып құлап қалып басын соғып алады да, оянған кезде өзін ол ешқандай өзгерген жоқ, но оның көзі миында бір перестройка болады да, айнадан жаңағыдай өзін красавица көреді. И сол кезден бастап оның өзіне деген қарым-қатынасы мүлдем өзгере бастайды. Өзіне деген қарым-қатынас өзгергеннен кейін оның өмірдегі жолы да басқаша бола бастайды. Ең қызығы сол да, қыздар. То есть все у нас в голове. Мысалы, сіздер өздеріңіз жайлы жазыңыздар. Сіздер өздеріңізді 5 қандай сын есіммен описать ете аласыздар. Дәл қазір жазыңыздар сол жерге. Вот я такая, такая, такая деп. Сіздердің миларыңызға қалыптастырып берген норма қандай? Сіздер осы бой жетіп келе жатқанда ес білгелі сіздер жайлы айналаңыздағы адамдар қандай нәрселер айтушы еді? Сіздерді көрген кезде бірінші айтатын сөздер қандай болып еді? Айтыңыздар, маған соны жазыңыздар. Мысалы, білесіздер ме, қыздар, менің мамам мен папамның айтатын ең көп сөзі то, что я красавица, и папам айтатын, менің қызымның басы компьютер деп айтатын. Ой, менің қызым красавица, ой, менің қызым компьютер деп айтатын. Осы екі сөз менің миымда до того анандай не программа болып жазылып қалған. Бірақ сонымен қатар маған айтатын, сен бобалақсың деп айтатын. Сен бірдеме істесең бүлдіресің деп айтатын. Сенің сестренкаң саған қарағанда пысық деп айтатын. Потом мені маубассың деп айтатын. Соның жай басарсың деп айтатын. Көрдіңіздер ме? Екі минус, екі плюсты 3 минус басып кетті сол кезде. Пістегүл дейді. Тым саған жараспайды деп көп айтатын. Қазір бірдеңе жасағым келсе, сомнение бола ма болмай ма деп. Кішкентайымда мамам қара қызым, тырық қызым дейтін. Я? То есть не істеді бізге өздерінің көзімен, как бы, знаете, өздерінің просто айтқан сөздер, я? Олар без задних мыслей айтқан шығар, я? Бірақ біз не істедік? Өзіміз соны қабылдап алдық, я? Без фильтра. То есть біздің мына коробкамызға қандай нәрсені салып берді, біз соған сеніп өстік. И онан кейін қанша тырыссақ та біз не істейміз? Сол миымыздағы норманы өзгерте алмаймыз, я? Көршілерім өте пысық қыз дейтін. Я? Бойы ұзын, фигурная, пысық, шустрая екенсің, ұйқы басын. Мінезім тік. И сіздер, мысалы, жаңадан біреулермен таныстырған кезде, именно сол нәрсені как этикетка сияқты ұстап жүресіздер, я? И сіздер ойладыңыздар, значит, я такая и есть. То есть, менің мінезім тік, потому что мамам солай айтқан. Менің басым компьютер, потому что папам солай айтқан. Менің қолымнан түк келмейді, потому что мамам солай айтқан. То есть, получается, сіз аппақ қағаз сияқты туылдыңыз, өмірге келдіңіз, мынандай аппақ парақ болып. Бір кісі сіз жайлы мынандай нәрсе айтты, бір кісі сіз жайлы мынандай нәрсе айтты, тағы бір кісі сіз жайлы мынандай нәрсе айтты, тағы бір кісі сіз жайлы мынандай нәрсе айтты, мысалда, қыздар, примерно мынандай нәрсе айтты, мынандай нәрсе айтты. И сіз аласыз да, мынау рас па, өтірік пе, мүмкін мамаңыз настроениесі болмай отырып айта салған шығар. Я, мысалы. Или мамаңыз, мысалы, арықсың, дым киім жараспайды деп айтты. Кім айтты арық қыздарға киім жараспайды деп? Я? Арықтарға жарасатын киім бар, семіздерге жарасатын киім бар, мысалы да. Понимаете, мысалы, мамаңыз өзінің бір травмасынан сөйлей салды. Папаңыз өзінің бір травмасынан сөйлей салды. Көршіңіз алды өзінің травмасынан сөйлей салды. Сіз алдыңызда осының бәрін окей, норма, значит, я такая и есть деп, өзіңіз қазір осы нормамен өмір сүріп жатсыз. Понимаете? Енді дәл қалай сізге осы норманы жазып берсе, дәл солай біз бүгіннен бастап өзіміз жайлы жаңа норма қалыптастырамыз. Мен қазір сіздерге бір арт-терапияны үйретем, қыздар. Осы сияқты ақпараққа естеріңізге түсіріп отырып, осы дүниелерді осындай түрде саласыздар. Мысалы, маған мамам жай басарсың деп айтты. Мамам маған мысалы
тобалақсың деп айтты. Салып отырған кезде сіздің жүрегіңіз ауыратшы. Да ну неужели я такая, сізде заново бәрін переживать етесіз. Но бірақ сіз ішіңіздегі осы дүниелерді қағазға түсіруіңіз керек. Сонан кейін мысалы папам компьютер деп айтты, жақсы ол маған ұнайды. Потом мысалы менің ана бір чөтем деп айтқан маған, той сен не дейді, қасың сұп-сұйық, еркектің қасы сияқты жатқан. Тағы не деді? Менің мұрнымды кім айтатын? Бір папамның қарындасы, мұрның қоңқа грузинкалар сияқтысың деп айтатын. Маған ол ұнамайтын ол айтқан. Тағы не дейді? Мамам айтатын, сен епсізсің деп айтатын. Мысалы да, қазір. Представляете, вот столько у нас на сердце печатей. Былайша айтқанда, жан дүниеміздегі осындай бір печаттар бар, норма деп. Енді мен не істеймін, бүгіннен бастап мен бұл норманы өзгертемін. Маған мына картина ұнап тұрған жоқ та. Анаусың деп айтты, мынаусың деп айтты. Маған ол ұнап тұрған жоқ, оның барлығы менің өміріме кедергі отыр. Понимаете? То есть менің миымда қазір осы картина тұр. Мен осы картинамен өмір сүріп жатырмын. Енді бірдеме жасайын десем, например, да қыздар, мен шынымен де бірдемені бүлдіретін сияқтымын. Бүйтіп қарасам, менің артықшылығым тек түрім сияқты. Менің басым компьютер болғаннан кейін ғана мүмкін күйеуім мені жақсы көретін сияқты деген сияқты бір торымыздар, не то, не те мысли бар. Понимаете? Енді мен уже сурет саласыздар, сурет қылып саласыздар. Өз чимай қылып салыңыздаршы. Енді мен не істеймін? Мен бүгіннен бастап мен миыма осы дүниенің барлығын әдемілеп бір көрсетемін. Мен миым айтам да. То, что мен жайбасармын, это не так уж страшно. Это красиво на самом деле. Жайбасар болу деген ол сызылып жүру. Это такая женственность. Например, да, қыздар? И мен оны өзім гүлге айландырып аламын миымда. Я говорю, ну что мен жайбасармын? Зато мен женственныймын. Менен спокойная энергетика сезіліп тұрады. Так. Потом сала маған айтты, сен сіңіліңе қарағанда, сен бобалақсың деді. Мысалы, бірдеме істесем бүлдіресің деп айтты. Мен айтам, зато когда мне надо, мен қатырып тұрып істеймін. Вот мысалы мен Инстаграм жүргізу маған ұнай ма? Психолог бағу маған ұнай ма? Зато мен оны қатырып тұрып істеймін. Вот. Ну и что? Оның да өзінің пайдасы бар. Что мне не нравится, мен оны дұрыс, мен істегім келмеген нәрсені істемеймін. Болды. Керек нәрсемді қатырып істеп аламын. Классно, да? Уже другой вид, да, қыздар? Так, что там еще было? Например, да? Маған айтты, мысалы, мұрның қоңқа деп айтты. Ну и что? Зато менің мұрным грузинкалар сияқты. Это моя изюминка деймін да. И қазір бүйтіп қарасам, қыздар, шын менің мұрным ешқандай да қоңқа емес екен. Потом ол өзі недовольный болып, оған ұнамады да ондай мұрын. Если ей не нравится, мне нравится мой нос. Это моя изюминка, это моя особенность. Менің бетіме ол жарасып тұр. Түсінді ме, қыздар? Потом тағы бір, мысалы сізге айтады да, сен қырсықсың дейді да. Қырсық болғанда тұрған не бар? Қырсықтық это целеустремленность. Если мен оны жақсылап тұрып пайдаланатын болсам. И вот еще один цветок я нарисовала. Классно, да, қыздар? То есть мен не істеп жатырмын? Қоғамның менің миыма салып берген установкаларын өзім не істеп жатырмын? Зато деп керемет жаққа ауыстырып жатырмын. Мен миымдағы жаңа нейрондарды оятып жатырмын. Я меняю все свои минусы на плюсы. Біреу маған сен жалқаусың деп айтты. На самом деле әйел жалқау болғанда тұрған ештеме жоқ. Зато мен күйеуім пысық. И когда мне надо, мен пысық бола аламын. А зачем маған слишком пысық бол? Керек кезде пысықпын, керек емес кезде жалқаумын. И вообще жалқаулығымның арқасында мен не істеймін? Менде анандай миым күшті істеп кетеді. Мысалы, мен аламын да біреуге ақша төлеп істете саламын, мысалы, істегім келмей тұрған дүниені. Біреуге жалдай салам деген сияқты. Потом, когда я расслабленная, мен анандай расслабиться етіп, жалқауланып келе жатқан кезде маған күшті идеялар келеді. Оказывается, это так и есть, қыздар. Когда адам анандай критически битіп, асығып, всегда сөйтіп жүрген кезде, оның миында идеялар болмайды екен.
То есть оның миында анандай алаңғасарлық пайда болады екен, миын жинақтай алмайды екен. Сол үшін де мысалы айтады ғой, ашулансаң сен сабырға кел, ашулансаң отыр дейді, сен расслабься дейді, суық сумен дәрет аласың ба, отыр, жат деген сияқты. Сол кезде біз расслабленный болған кезде бізге миымызға күшті идеялар келе бастайды екен, біз дұрыс ойлана бастайды екенбіз. Потому что адам ашуланып тұрған кезде, адам напряженный тұрған кезде, ол шайтан аузубилляхқа уязвимый болады екен. То есть шайтан бізге жаман ойларды тез сап жібереді екен. Сондай кезде бізді пайдаланып кетеді екен де. Байқасаңыздар, мысалы туалетте отырасыздар ғой, туалетте отырған кезде бір күшті идеялар келеді, или просто спокойно шай ішіп отырсаңыздар, или көшеде просто прогуляция еткен кезде, мысалы кешке таман қар жауып тұрған кезде сыртта бүйтіп қыдырып жүрсеңіздер, күшті идеялар келеді. Сіз уже ресурста бола бастайсыз, Понимаете, қыздар? То есть адам демалған кезде, то есть жалқау болудың, анда-санда жаңағы баяу болудың пайдасы осы екен де. Мысалы да, қыздар, көрдіңіздер ме, мен не істедім? Мен өзімнің кемшіліктерімді керемет гүлге айналдыра бастадым. Вот смотрите. Классно, да? Өзіңді қалай бар, солай қабылдау, бұл терапия. Өзіңнің кемшіліктеріңді плюсқа айналдыру. То есть былайша айтқанда, сізге сенің бойындағы осы қасиетің жаман деп айтқан нәрселерді сіз плюсқа айналдыра білуіңіз. Потому что бұл нәрсе тек сізге керек. Егерде сіз өзіңіз сол қабілеттеріңізді өзіңіз плюсқа айналдырмайтын болсаңыз, сізге ешкім келіп, жаным, сенің анжерің андай деп, сенің мамаң кішкентай кезінде айтып еді, на самом деле ондай емес, жаным деп ешкім айтпайды да. То есть только ол бізге керек. Ол бізге мешать етеді. Значит, онымен жұмыс жасайтын біз өзіміз ғана, Біз не істейміз? Арт-терапияны пайдаланып, миымызда жаңа нейрондар ойнатамыз. То есть, біздің осы уақытқа дейін миымызда тек қана осындай шимай шатпақтар болған болса, өзімізге қатысты, біз не істейміз? Енді гүлейміз. Біздің миымызда деген андай гүл бақша жүреді. Классно, да, қыздар? Күшті ме? Енді мен WhatsApp группаны ашам, сол кезде кері байланысты тағы да түсіндіріп айтам. Түсінді ме, қыздар? Қыздар, бүгінгі күнге әзірше берілетін ақпарат осы. Енді мен сіздердің миларыңызды қатты перегружать еткім келіп тұрған жоқ. Енді осыны істейсіздер, мынандай гүлдерді саласыздар да, потом ары қарай бояйсыздар ма, жапырақ саласыздар ма. Бұл енді сіздердің өздеріңіздің фантазияларыңызға күштеп тұрып, жапырақ салыңыздар, мына жерге күн сапып қойыңыздар. Понимаете? То есть, когда сіздердің самооценкаларыңыз түсе бастайды, мамам бүйтіп айтушы еді, папам бүйтіп айтушы еді, мен өзім жайлы осындай ойлаушы едім деген кезде, осы картинаға қарайсыздар да, все со мной нормально. Все со мной нормально. Бәрі дұрыс менде. Бәрі дұрыс. Мен қазір қандай бармын, солай норма. Түсінді ме, қыздар? Қанша рет жасау керек дейді. Пока вам не облегчается. Кәдімгідей сіз өзіңіз осы нәрсеге сенгенше жасай берсеңізге болады. Понимаете? Прямо сіз анандай өзіңіздің миыңыз соған сеніп, ана картинаны қараған кезде, вот, маған осы нәрсе ұнап тұр деген кезде, сіздің миыңыз анандай эмоция аласы ғой. Сол кезде сіздің миыңыз уже жұмыс жасай бастады деген. Күшті, осы деген кезде, андай бір денеңіз бір түршігіп, Мысалы, қазір осы эфирде түсіндіріп отырған кезде кімде қандай реакция болды? Қыздар, кері байланыс жасаңыздар. Вам понравилась вот эта техника? Арт-терапия ұнады ма? Бұл, қыздар, менің өзімнің авторская техникам. Бұны мен ешқайдан үйренген жоқпын. Это интуитивно мен өзімнің авторская техникам. Самооценка көтеру туралы. Мына техника негіз, қыздар, самооценканы көтеруге мықты көмектеседі. Облегчение күшті ұнады, машалла. Жаңағы бірінші тапсырма ата-анаңыздың 50 қасиетін жазу күшті. Мен оны тағы да түсіндірем ертең ары қарай не істейтінін. И осы өзіңді қабылдау техникасы. Классно, да, қыздар? Так, бүгінше осы, қыздар, улыбка образовалась, машалла. Умнички мои, умнички. Я же говорю, әрқайсыларыңыз кереметсіздер, әрқайсыларыңыз құндылықсыздар. И у вас все нормально. С вами все окей. Понимаете? Пока сіздер өздеріңізді со мной что-то не так, менің ана жерім не то, мына жерім не то жүрген кезде, сізде өзгеруге энергия болмайды, өзгеруге күш-қуат болмайды, ресурс болмайды. Сіздер қай кезде өзгеру сізге жеңіл болып басталады? Когда сіздер өздеріңізді я окей деп қабылдай бастаған кезде. То есть мен дәл қазір осылай нормальныймын. Все нормально со мной. Өзіңізді қабылдаған кезде сізде ресурс болады. И сізге ары қарай өзгеру жеңіл болады. Понимаете?
Так, бүгінше осы қыздар. Давайте, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Ертеңгі кездескенше.